Министр мырза, сізге сұрақ қоймас бұрын мен мемлекет басшысының Париж Олимпиадасына қатысып келген отандық спортшылармен кездескен кезде сөйлеген сөзіне бір цитата келтіре кетейінші. Кез келген легионер ұлттық құрамаға шақырту алғысы келетін, жас әрі болашағынан көп үміт күттіретін атлеттеріміздің жолын кеседі деген болатын президент. Қазір мынау біздің ұлттық құрамамызда Қазақстанның азаматтығын алып алған шетелдік легионерлер жетіп айырылады. Бірақ олардың жеткен жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай емес. Оларға келген кезде үкімет ақшаны да үйіп төкті, азаматтықты да жылдам әрі тез алып берді. Бірақ осы Париж Олимпиадасының алдында сол Қазақстанның азаматтығын алып алған екі бірдей теннисші ең айтулы, ең маңызды сәтте жарысқа қатысудан бас тартқанын да білеміз. Бұл елдің наразылығын тудырды. Осыған байланысты сізге сұрақ. Яғни біздің болашақ жас спортшыларымыздың жолын кестірмейтін осындай атлеттерді болашақта Қазақстан азаматтығын алдырмай алып, осылай Қазақстанның жастарының болашағына тамырына балта шаппау үшін министрлік тарапынан заңнамада нақты бір тетіктер қарастырылған ба, жоқ па? Болса, осыны айтып берсеңіз, рахмет. Сұрағыңызға рахмет, Абзал Темірғалиұлы. Бүгінгі күні мемлекет басшысы бұл мәселе толық айтып өтті. Бүгінгі күні біздің негізгі мақсат отандық мектепті қалыптастыру, өзіміздің спортшыларды қолдау. Заң жобасы аясында жаңағы сырт елден Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын спортшылар және бюджет қаражатымен және квази мемлекеттік сектор қаржыландыруға тыйым салуға көзделген. Жалпы әрине біз заң аясында келіп, азаматтықты алып, Қазақстан чемпионаттарына қатысам деген заң бойынша шектеу қоя алмаймыз. Бірақ біз нақты әр спорт түрлерінен барып, сондай дайын спортшыларға елге әкеліп, жұмыс атқармаймыз. Біздің жоспарымызда сырт елден ғылыми топтарды тарту және ғылыми институттармен жұмыс жасау, сырт елден бапкерлік корпусты жақсы талдаудан кейін шақырып жұмыс жасау.